Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермен. Бұл қылышсыз майдан бағдарламасы сіздермен бірге мен Қанат Маратұлы. Бүгінгі хабарымыз көпшілікке ой салып, алдына қойған мақсатына жетуге ешқандай кедергінің жоқ екеніне себеп болады деп ойлаймын. Аяғына шейін көріңіздер. Бүгінгі хабарымызға Айгерім қарындасымды шақырып отырмын. Айгерім, біріншіден сізді толық таныстырып отырған жоқпын. Және сізді де кішкене камерадан алшақтатып отырғаным, өйткені бірінші қыз бала болғаннан кейін сіздің де дос жарандарыңыз бар, туған туысқандарыңыз бар. Сондықтан да сізді осылай көрерменге қырынан отырғызып қойған жайымыз бар. Айгерім, сізді бұл хабарға бекер шақыртпадым. Өйткені қыз тағдыры, ойлаймын, ол ер адамның өмірінен қарағанда қиындау. Оның үстіне қалай таныстырсам болар екен, енді көрерменге бұл дәл сіздің басыңыздан өткен жағдай қандай да бір ер адамның басына түсетін болса, ойлаймын екінің бірі көтере алмайды деп. Сынып кетуі мүмкін еді. 9 жыл темір тордың ар жағында отыру, енді Құдай сақтасын, қыз балаға әсіресе өте ауыр. Сіз соны жеңіп келіп отырсыз. Біріншіден, бұл хабарымызға сізді таңдағанымыз, екінің бірі бұндай бір өмірін айта бермейді. Солай ғой, батыл адам іздедім. Сізді арнайы шақырып отырмын. Біріншіден, Айгерім, сізге қоятын сауал осы: қазіргі тағдырыңызға ризасыз ба? Әрине ризамын тағдырыма. Барлық бастан өткен, осы уақытқа шейін болған дүниенің барлығына ризамын. Аллаға сансыз шүкір деймін. Мүмкін кейбір адамдар түсінбеуі мүмкін. Несіне риза? 9 жыл түрмеде, 9 жыл түрмеде отырып келген мақтан тұтып жатыр ма деуі мүмкін. Бірақ мен келген себебім де әйтеуір басқа адамға ой болса екен, кішкене болса да бір менің жүрген жолымды бір адамдар көз алдына елестетіп, осындай болған жағдайда, Құдай сақтасын, ешкім басына бермесін, болған жағдайда сынып қалмау керек екенін айтқым келеді да. Себебі барлық нәрсені дұрысынан қабылдау керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Алла разы болсын. Енді бар ғой, басында бірден мынандай сұрақпенен халыққа түсінікті болу үшін. Сіздің сол темір тордың ішіне тоғытылуыңызға осы дін себеп болды ма? Я болмаса, көп адамдар ойлауы мүмкін, мыналар уахабис, я болмаса қазір терроризм бабымен отырғандар бар. Бұл діннің қатысы бар ма сіздің? Жоқ, ешқандай діннің қатысы жоқ. Себебі діннен ол уақытта сәл алшақтау едік, дінді дұрысынан түсінбедік деген сияқты ғой. Ол уақытта өзімді өзім таппай жүрген уақыт десем де болады. Бір ақымақтықпен, жастықшақпен бір жағдайлар болды. Шыны керек, басында 14 жылға сотталған болатынмын. Сол 14 жылдың 9 жылын тар қапаста өттім деп айтсам болады. 9 жыл уақыт. Әлбетте, бұл аз уақыт емес біріншіден. Сізді ол жерде жалпы мінезіңізге әсер еткен дүние болды ма? Енді ол жерден, мысалға, байқайсыз ба, қазір телеарналардан көріп жатамыз, бір бұзақылық жасаған болса, бұрын сотты болған екен. Яғни сотталған адам ол жерде былайша қатыгез болып шығады. Ол екінші рет қайталайды сол дүниені деген сияқты бір санаға осындай бір нәрсе қалыптасады. Сізге осындай бір мінезіңіздің қатаюына, я болмаса сіздің өміріңізде бір әсер еткен жағы болды ма? Не, олның барлығы иллюзия деп айтсам болады. Себебі біз көп кино көріп тастағанбызда, көп киноның барлығында түрменің ішіндегі жүйені басқаша көрсетеді. Шынында ол адамға байланысты деп ойлаймын. Себебі адам өзі болмысынан қандай болса, ол қандай жерге барса да, ол сол болмыспен шығады деп ойлаймын. Себебі мысалы адам болып кірдің ба, адам болып шығу ең бірінші мақсат, ол менің мақсатым болды. Себебі менің ата-анам маған үміттеніп отырды. Осы қызымнан әйтеуір 9 жыл болса да, 14 жылға сотталып кетсе де, бұл мен ата-анам күтті, бауырларым күтті, туған туысқандарым күтті. Мен өзімді өзім жігерлікке салып, өзімді сынбауына көп иманым Алланы тануға келгенім
осы себептер деп айтсам болады да, шын расында. Айтады ғой, түрме деген түсіне білген адамға ол өмір академиясы. Жоққа сабыр қылып, барға қанағат тұтып, жан жақтағы адамға қарау арқылы сен өз-өзіңді керісінше түзейсің. Ал егер жаңағыдай жаман қылықты адамдарға қарап, егер солардың бейнесін киюге әрбір адамның қолынан келеді ол. Әрбір адам солай жасауына болады, боғауыз сөйлеп, жаңағыдай темекі шегіп кетіп, ойына келген нәрсені жасауына болады, бірақ ол түрме, ол уақытша нәрсе. Ертеңгі күні ол уақытша нәрседен өткеннен кейін сен бір күн болмасын, сен бостандыққа шығасың. А бостандыққа шыққан күні артыңнан ең жаман нәрсе, артыңнан ерген сөз жаман. Сен түрмеде отырсаң да, өз абыройыңды сақтап отырудың өзі де ол ең үлкен ерлік қазіргі заманда деп ойлаймын. Оның өзі үлкен бір жеңіс деп өзіме солай мақсат қойған болатынмын. Анда Әйгерім қалай қарайсыз? Енді ер адам болса жарайды, әйтеуір бірдеңке қылып көтерер. Ал енді қазір сізге қыз бала болғаннан кейін қандай көзқараста? Мысалға сізде де дос жаран бар, сізде де араласатын адамдарыңыз бар. Енді былай бірінші уақытта мен барлығына танысқан уақытта да былай айтам, иә, мен отыр келгенім бар, бірақ олар менің мінезіме қарайды, өзіме қарайды, қалай сен отыр келгесін деп сенбейді да кейбір жағдайда. Мен айтам, сотталған адамдардың барлығы сондай деп ойдан аулақ болыңдар деймін да, олар да адам деп айтам да. Мен әрқашанда айтам бәріне, сотталған адамдар да адам болуына, олар да қоғамға кірпіш болып қалауына мүмкіндік беру керек деп айтам да. Егер қоғам болып, біз, сіз болып, мысалы, сол сотталған адам бостандыққа шыққан уақытта бәріміз қол ұшын беретін болсақ, олар адам болып кетуіне әбден мүмкін. Кейбір жағдайларда болады, мысалы, мен таныстарым бар, шығып алып, жаңағыдай көп қолдау көрсетпегеннен кейін, олар амал жоқтан, мысалы, қайта қылмысқа барады. Себебі баратын жері жоқ, оны қолдайтын ата-анасы жоқ деген сияқты. Содан кейін бұлар мына бостандықтағы өмірден шаршағаннан кейін, олар қайта сол жаққа барып тыныш өмір сүрсем екен дейді. Себебі ол жақта ешқандай ақша керек емес, өкімет бағып жатыр деген сияқты, әйтеуір құлағы тыныш, банясы бар, аппақ просинасы бар деген сияқты, төсегі бар деген сияқты, олар соны қайта таңдайды бар. Мен соған кейде жүрегім ауыратыны сол тұғын. Мен сонда отырған уақытта көп ілім алып, Құдайды тану арқылы менің арманым осы дін жолында қызмет атқарып, қайта осы түрмеге келіп, адамдарға дұрыс бағыт бағдар беру арқылы адамдардың сынбауына көп үлесім қоссам екен деген бір арманым болады. Енді қараңызшы, енді дінге келіп деп айтып қалдыңыз, иә? Енді қазір байқайсыз ба, мына әлеуметтік желіде де көріп жатамыз. Араб құлдар деген, енді Құдайға қарсы шығып жатқан, пайғамбарды жамандап жатқан, иә, мысалға орамалға қарсы шығып жатқан кезде сіздің орамал тағып дінді таңдауыңызға сонда не нәрсе себеп болды? Бұл дінге келуім, жалпы дінді бұрыннан білдік, бірақ толығымен білген жоқпыз. Атамыз өзі дін жолында қызмет атқарған кісі болды. Сол атамен бірге ораза ұстап, уақыт келе, бірақ енді өстік қой, өсіп келе, қалада тұрдық деген сияқты. Кейін уақыт келе қоғамға қарай біз ауып кеттік деп ойлаймын да, себебі атамның көзі кеткеннен кейін дінді де біз алшақтап кеттік. Ал кейін уақыт келе мен сол түрмеге түскен уақытта менің түсінгенім, мен өз-өзімді табу керекпін, және де мен атамның берген ілімін ары қарай жалғастыру арқылы мен осы дін жолында қызмет атқаруды алдыға қойған мақсатым болды да. Енді Әйгерім, көпшілікке мен ойлаймын әсер ететін ең бір керемет мына бір уақиғаны сізден бір естіп қалған едім. Мен бұны жалпы көрермендердің барлығы естісе екен деймін. Өйткені мүмкін емес дүние сияқты. Бірақ мүмкіндік, Алланың қалауы, бәлки бұл жерде сіздің өзіңіздің де соған деген бір ерік жігеріңіз, бір ұмтылысыңыз ба соған себеп болған. 9 жыл отырдыңыз. 9 жыл дегеніңіз енді былай айтқан кезде аз уақыт емес. Солай ғой, 9 жылда қаншама дүние бітіруге болады. 9 жылда бір мединститут бітіруге болады, былай айтқан. Солай емес пе? Енді сіз ол жерден шыққаннан кейін, жаңа өзіңіз айтып отырғандай, бір Құдайды іздеп, ақиқатты іздеп, мынандай бір қара шаңырақ Нұр Мүбарак университетіне оқуға түсті деп естідік. Иә, рас, әрине, оның ең басында анама сансыз рахметін айтам. Себебі ең басында анам қолдады. Анам айтты, сен
анандай жерде отырғаннан кейін ең болмаса діни білімі бар, кішкене болса да дінді, Құдайын таныған адамдардың үйіне бар деді. Барып көр деді. Мама, мен сотталғанмын ғой, мен оқуға алмауым мүмкін деген кезде мамамның бір-ақ сөзі айтты: барып көр қызым, тек қана барып көр деді. Алла қаласа түсіп кетуің де мүмкін, барып көрші деді. Мен келем, сөйтсем 2-ақ күн қалыпты оқудың жаңағыдай документ құжаттардың бітуіне. Бірақ мен келген уақытта мен айттым, мен осындай сотталып келгенмін, 9 жыл отырғаным бар, сондай жағдаймен деп айтқан кезде ұстаздарға айттым. Олар бірден көздері былай, әрине бірден айтқан кезде ешкім дұрыс қабылдай алмайды ғой. Әлбетте. Жоқ, ренжімеңіз, біз сізді оқуға ала алмаймыз деді. Оны түсініңіз, заң бар, заң аясында біз ешқандай құқығымыз жоқ сізді алуға деп сөйтті. Мен енді ана ішімдегі күйзеліс қой. Қалай деймін да, мен Құдай танып келіп отырмын ғой, Құдай үйіне келіп отырмын ғой. Мен ертеңгі күні сіздерге Құдай танып келіп отқан үйге сіздер мені қабылдамасаңыздар, онда мені кім қабылдайды дедім. Мен сонда адам емеспін ба дедім. Мен сонда адам құрлы мен көрмей тұрғандарыңыз ба деп қатты бір айтқан сөзім бар. Енді бәрі сөзбе сөз есімде емес, бірақ ана Құдай бір мен сөйлеткендей болды да, сол уақытта жүректен шықты деп ойлаймын. Сол жүректен шыққан сөз сол уақытта жүрекке барды деп ойлаймын. Сонда 4-5 ұстаздар тұрып, юристі бар жаңағыдай тұрды да: жарайды, сіз номеріңізді қалдырып кетіңіз, біз сізге хабарласамыз деді. Сол универден жылап, еңіреп шықтым. Қатты бір анандай нала болады ғой былай. Сөйтіп бір ренжіп, мен сонда бұл қоғамға керек емес бір кірпіш екенмін ғой дедім да шықтым. Сөйтіп бір ағама звондадым: мені кәні сіздердің қоғамға сотталған адамдарды адам құрлы көрмейсіздер. Бұл бүйтіп қалай бұл қоғам болады деп айттым ғой. Сонда ол маған бір сөз айтты: Айгерім, сен мраморныйсың ғой, сен 9 жылда сынбағанда енді болмашы универ үшін сынасың ба? Қорықпа деді, бәрі болатын дүние деді. Уайымдама деді да қойды. Енді ашуды бас дегендей қылды ғой, сабырға кел деді. Сонымен қалай сөйлесіп болып едім, бір уақытта юрист звондап айтады: сіз документіңізді өткізе беріңіз деді. Мен түсінбей қалдым, қалай документімді, бірақ сізге грант жоқ дейді. Ойбай, маған грант керек емес, самый главный түсіп алсам болды деп жаңа қуанып кеткем ғой. Сонымен 2 күнде жаңағыдай документтерімді жинадым, бірақ ол кезде бірден ол кезде егов деген нәрсе онша дамымаған кез еді ғой. Барып алып участковыйыма жүгіріп барам да: пожалуйста, маған жаңа бар, сізде документі бар ғой, соның барлығын беріңізші, мен сізге тағы бір аптаның ішінде жинап қайтып алып келіп беремін деймін. Ол бірден қуанып кетеді: ойбай, универге түсіп жатсың ба деп. Олар да жаңа қолдау беріп жатыр да, бәрін қайтып маған қолыма берді. Сөйтіп 2 күннің ішінде мен құжатын тапсырып үлгерген болатын, Алланың қалауымен. Шүкір, универге қадам басып, сол уақытта сондай ұстаздардың жаңағыдай көргендігі, ұстаздардың сондай иманды адамдар жүректеріне сондай бір ой салатындай бір сөзім өтті деп ойлаймын да. Мысалы, мүмкін олардың да Құдай жүректеріне салды деп ойлаймын. Сөйтіп мен олар өздері де кейін күледі: біз сені қалай алғанымызды білмейміз, бірақ тарихта бірінші адам сен шығарсың деп күледі. Расымен де. Әрқашан да сөйтіп айтады: тарихта бірінші адамсың деп айтады. Өйткені енді оқуға түсу үшін ол енді жарайды, бір медресе, я болмаса бір сауат ашу курстары болса жарайды. Ал мынандай енді үлкен университетке ең бірінші соттылығы жоқ деген қағаз керек қой. Әрине. Ал енді соның барлығынан ол жерде қалай ойлайсыз сонда? Сіздің бұл жерде енді бәріміз бір енді түбі Алла ғой. Аллах тағала қалайтын болса бір нәрсені, болды. Ешкім оған кедергі бола алмайтындығы. Ал енді осыған көзіңіз жетіп 4 жылды толық оқып шықтыңыз ба одан кейін? 4 жылды әрине оқыдым. Универде 2 жыл оқығаннан кейін тұрмысқа шықтым, Алланың қалауымен тұрмысқа шығып, бірақ сонда да мен анау тұрмысқа шыққан уақытта Алладан мен ана сабақтан қалмайтын. 4 жылда бір-ақ рет қалған екен. Бір жұма күні қалғам, как раз енемнің бір туған туысқан қайтыс болып, ауылға кетіп қалды да, баламды қарайтын адам болмай. Бір күн қалғаным бар 4 жылда енді. Қалған уақытта қалмаған патриот болғам ғой сонда. Сөйтіп анандай арманым сондай болды да, ауыр аяқ кезімде 9 айым жаңағыдай оқу процесінде болды да, и демалысқа шыққан уақытта босанып алдым. Қайта сентябрьда
қыркүйек айында қайта оқуға кетіп қалғаным бар. Енем 3 айлық баламен қарап, енемнің еңбегі көп десем болады. Осы жерден мына бір нәрсені білсек, тұрмысқа шықтыңыз ғой. Иә. Еріңіз қалай қабылдады? Сіздің жағдайыңызды білді ма еріңіз? Әрине, ерім қазіргі заманның мен үшін ол батыры десем болады. Соны айтамын. Бұл енді шынымен де үлкен батырлық. Иә. Бұл батырлық. Екінің бірі бүйтіп бел шешіп алам деп, білмеймін. Ол да бір Алланың қалауы шығар деп ойлаймын, себебі жүрегіне солай бір салып қойды деп ойлаймын, себебі мен де өзім мысалы айтушылар болды, бірақ көбісі жаңағыдай шошынады да, не үшін отырдың сонда, ол қалай болды, неге болды деп жаңағыдай сұрақтар көп қоятын. Мен сол сұрақтарды кейде жаңағыдай жүйкем шыдамайды да, мен айтамын, ренжімеші, енді мен оны уже 9 жыл бұрын сот процесінде жауап бергем, мен уже жауап бергім келмейді. Сен мені қазір қалай болсам солай қабылдай алсаң, мен көрейін тұрмысқа шығып деп сөйтетін. Бірақ көбісінің артық сұрақтары мені жаңағыдай тартпайтын жүрегім. Сөйтіп жолдасым бірақ ол уақытта Кореяда болды. Сөйтіп жаңа интернет арқылы таныстық. Мен бірақ екінші күн сразу айттым. Қазақ қой? Қазақ, әрине, қазақ. Иманды жігіт, намазхан жігіт. Жаңағыдай екінші күні айтқан уақытта ол дұрысынан қабылдап, спокойно қабылдап жатыр да. Өмірде не болмайды деді. Мен айттым, сен, давай мен саған жаңағыдай Нұр Мүбарактан жақсы қыздар бар, солармен таныстырайын деп, мен жаңағыдай біреу-міреуді таныстыруға жақсымын. Сөйтіп айтып тұрмын ғой, өзім болашақ жарымды біреумен таныстыруға дайын болып тұрмын. Сөйтсем, жоқ, маған басқа керек емес, маған өткен өмірің қызық емес деді. Бір сұрақ қойған жоқ. Әлі уақытқа шейін ондай сұрақ қоймайды мені. Алланың құдіреті соншалықты. Ол айтады, мен өткен өмірің қызық емес, маған болашақтағы қазіргі әйгерім маған қызық деп айтатын әрқашанда. Сол сөз үшін мен әрқашанда оны құрметтеп, сыйлап өтемін. Расымен де құрметке лайық адам екен. Негізі ол кісінің өзінен де бір сұхбат алуға болады екен деп ойлаймын. Расымен де. Ал енді еріңіз жарайды, еріңіз қабылдады. Былай ата-енеңіз бар ма? Иә, енем бар, атам қайтыс болып кеткен. Енеңіз бар? Иә, енем бар. Ал енді ол кісі біле ма? Иә, әрине біледі. Ол кісі де біледі? Иә, біледі. Енді ол кісі қалай қабылдады? Ең алғаш жаңағы жолдасым басында былай қабылдады, дұрысынан қабылдады. Мамасына барлығын айтқан, бірақ носы бар деген, мамасы енді дегенде ол мән бермеген. Бірақ жақтан жаңа адамдар әр нәрсені айтқан ғой, бірақ енем ешқайсысына сенбеді. Мен балам соншалықты ақымақ емес, бар өз аузынан естейін деп. Шымкент қаласында енеммен кездесуге барған болатынбыз. Жолдасым екеуміз келіп жаңағыдай. Ол как раз Кореядан келді да. Кореядан келгеннен кейін біз бірден Шымкентке анасымен танысуға келдік. Мен айттым, босағаны өтіріктен бастамаймын дедім. Босаға аттайын деп отырмын. Мен Алла қаласа, анаңның жүрегіне Алла Құдай салып береді дедім. Егер Алла қаламаса, онда анаң қарсы болса, онда Алланың қаламауы деп сөйтіп түсіндірдім. Жолдасым жаңағыдай бәрібір былай қимай тұрда, мүмкін айтпай-ақ қояйықшы дейді. Жоқ дедім, айтайық дедім. Қандай жағдай болса да, бір Аллаға тәуекел етіп, барғанша жаңағыдай барлық дұғамызды оқып, тәсбihімізді, зікірімізді айтып жаңағыдай келе жатырмыз ғой. Келдік, енем жылы жүзді, сондай керемет адам болды. Дұрысынан қабылдап, отырып, шай ішіп, сөйтіп тамақ жеп болғаннан кейін біраз уақыттан кейін енді сөзге келтіріп жатыр ғой, енді қалай, не болды, неге осынша жасқа келіп, әлі тұрмыс құрмадың ба, енді сұрай алмай тұр да ашығынан. Сен мүмкін бұрында тұрмыста болдың ба деп те айта алмай тұр ғой енді. Соншалықты сыпайылгершілігі, соншалықты қарапайымдылығы, соншалықты сонда бір айта алмай тұр да. Мен айттым, жоқ дедім, кәкесі жаңағыдай, 9 жыл просто өмірім түрмеде өтіп кетті, осындай жағдайлар болды деп барлығын айтып, жүректен шығарып тұрып, бір жылап аласың ғой, әрине. Өткен өмірді еске алған сайын бір жылауым бар. Сөйтіп отырғам, бірақ мен дайын отырғам. Жолдасым как раз намаз оқуға кетіп қалды да, мен алдын ала дайындадым. Егер анаң қабыл болмаса, мен кетем, бірақ артымнан жүгірме дедім. Жаңа индийский кино болмайықшы дедім да. Ол уже Алланың қаламауы дедім. Сумкамды қарап тұрмын ғой, сумкам дайын тұрма, жаңағыдай ұрсып, жаңағыдай сен менің баламды басына айналдырып алыпсың деген сөздер болады деп солай тұрмын ғой. Жоқ, Алланың қалауымен соншалықты енеме риза болғаным, сабырмен отырды да, өмірде не болмайды деді. Өтіп кеткен өмір болды деді. Ең бастысы, балам екеулерің бақытты болсаңдар болды деді. Міне, 3 ауыз сөзі болдыға, ана жерде көрсеңіз менің қуанышымнан, жаңағы Алланың соншалықты кереметтілігі Алла жүрекке салып қойса,
ауыздан да сондай, тілден де сондай сөзді шығаратын көзім жетті да. Жолдасым келіп тұр, мен енеммен құшақтасып жаңағыдай батасын алып жатырмын ғой. Жолдасым түсінбейді, ол жаңа қорқып қашып кетті ме, әйтеуір намаз оқуға қашып кетті ғой. Сөйтіп алланың қалауымен енем жаңа қайынапам болды, қайынапам да күлді да, екі жас бір-бірін жақсы көрсе болды емес па деді. Ол да поддержка беріп жіберді қайынапамның жүректеріне соншалықты салып қойған. Бұл жерде Алланың мейірімділігін айтамын да. Ең бастысы дұға ету арқылы барлық жүректі жібітуге болатынын мен түсіндім. Егер Алла қаласа, бол деген дүние болатынын түсіндім. Осы уақытқа шейін әрине ризамын барлығына, осындай тағдырды да басынан кешкеніне ризамын. Аллаға сансыз шүкір деп айта аламын. Қазақта бейнет, бейнетті біз зейнет деген. Осы ғой, иә. Ана қасиетті Құран кәрімде де мынандай аят бар. Сендерге айтайын дейді Аллахтан. Фа инна мa'ал усри юсра, инна мa'ал усри юсра деген аят бар. Сендерге айтайын, әр қиыншылықтың артында бір жеңілдік бар дейді да. Қайталап айтайын дейді. Әр бір ауыртпалықтың артында бір жақсылықтар мен жеңілдіктер бар. Демек Алла айтты, болды. Болды. Иә? Сізде осыған деген бір үлкен сенім, осыған деген бір үлкен иман осы күнге жеткізіп келе жатыр. Балаларыңыз бар ма, кішкентайларыңыз? Иә, әрине, Аллаға шүкір. Қазіргі уақытта 3 балам бар, Алланың бергені. Сол 2018 жылы тұрмысқа шықтым. 2020 жылы, 18 жылы университетке түстім ғой. 20 жылы тұрмысқа шығып, Аллаға шүкір, қазір 3 қошақаным бар десем болады. Ол да бір 9 жыл отырған кезде бір арман болатын. Басында бізді соттаған уақытта, енді милиция ағалар деп айтайыншы, солар айтатын, ничего, бір 20 жылға сотталасың, қазір 21-десің, 41-де шығасың деп сөйтіп айтып қорқытады ғой енді оларда. Мен жаңағыдай 40-тан кейін әйел адам босанбайды деп, ұрпақ сүймейді деп ойлайтын. Бір жылағаным бар, мен сонда ұрпақ сүймей өтем ба деп. 9 жыл отырған кезде де денсаулық бәрібір шүкір, денсаулығым жақсы болды десем болады. Хотя мен сол 9 жылда әр қашанда дәретті мұздай сумен алатын. Бәрі таңғалатын. Сен қалай мұздай сумен аласың? Шүкір шықтым, еш жерім ауырып, бір тісім түсіп қалған жоқ деген сияқты ғой. Барлығы орында. Бұл да бір Алланың құдіреті деп айтсам болады да. Қақаған қыста мен мұздай сумен алып, жалаң аяқ шлепкамен жүрген кезде орыстар, жаңа басқа ұлттар таңғалатын. Сен қалай деп айтатын да? Білмеймін, еще не болеешь деп күлетін да олар. Это чудеса Аллаха деп күлем, олар да сөйтіп. Көп адамдар сол мен іс-әрекетіме қарай дінге келген адамдар болды, шыны расында. Соны қазір ол кезде де бір жасыңыз көп емес шығар, 20-22 арасы. 21 жаста болдым ғой, ең алғаш сол сотталып түрмеге кірген уақытта 21 жаста болдым. Әрине өте бір ауыр болды. 14 жылға сотталу енді ең қиын нәрсе, ол 14 жыл отырам деп ойладық қой басында, сөйтсек жаңа удо деген нәрсе бар, соны ерте шығару, жаңағыдай тәртіпке қарай, тәртібіңе қарай ерте шығаратын уақытқа келген уақытта 9 жылда аман есен бостандыққа шықтық, шүкір. Уақытым өтіп кетті деп өкінбейсіз бе? Жоқ, ешқандай өкініш жоқ, себебі мен 9 жылда айтайын, ол жақта көп дін жолында қызмет атқардым десем болады. Себебі құлшылық жасадым. Енді әрине ол жеткіліксіз, маған қазірде өкінішім жаңағыдай. Неге мен тағы да көп құлшылық жасамадым деген ой болады, себебі сол уақытта 24 сағат тек қана өз қолыңда екенін түсінесің да. Ары кетсе бір-екі сағатын ғана бағанағы сол ішкі система дейді ғой, жүйеге ғана арнайсың, тамағын ішкелесің, ұйықтайсың, уақытында уборка жасайсың деген сияқты. Сол уақыттарға ғана кеткен уақыт болады, ал қалған уақыттың бар өз еркінде еді да. Өз еркінде ешқандай телефон жоқ, ешқандай адамдар саған ешкім кедергі болмайды. Манандай сіз енді ол жерде бір үлкен мүмкіндік те жоқ, солай емес па? Қолыңда ұялы телефон да болмайды, артық бір жаңағы дүниелерді көруге, хабардар болуға былайша айтқан кезде. Соның өзінде сіз осындай бір үлкен қазіргі былайша айтқан кезде бір жетістіктерге қол жеткіздіңіз. Ал енді қазіргі жастарға не айтар едіңіз? Мысалға, әлі бастамаған ісіне, бастамай жатып қорқып жүргендер бар. Я болмаса басына түскен бір кішкентай қиыншылықтарға сынып кетіп, өз-өзіне қол жұмсағалы жүргендер бар.
я болмаса өмірден түңіліп кеткен адамдар бар. Енді ол әр адамға Алла тағалам әртүрлі сынақ береді ғой. Сол сынақтан сынбау керек екенін адам түсіну керек та. Себебі барлығы уақытша, барлығы болады, келеді, кетеді деген сияқты. Ең бастысы сол сынып қалмау керек екенін түсіну керек та. Себебі адам өзінің нәпсісіне, немесе жаңағыдай өзінің әлсіздігіне бой беретін болса, әрине ол әрбір адам сынып қалуына мүмкіндігі бар. Жаңағыдай айтады ғой, сол уақытта Аллаға дұға ету арқылы, иман ету арқылы келсе, әрине Алла әрқашанда көмектеседі деп ойлаймын. Ең бастысы сіз соған көзіңіз жеткен адамсыз, иә? Енді осы көзіңіз жеткен адам ретінде сізден сұрайыншы. Қазіргі кезде мысалға мына Құдайға қарсы шығып жүргендер, дінге қарсы шығып жүргендер бар. Олар ешқандай қиыншылықтар көрген жоқ. Бәлки Құдайдан сұраған да жоқ шығар ештеңке. Солай ғой. Бірақ дін жолында қызмет етіп жүргендер, я болмаса осы орамал таққан қыздарға өте ауыр сөз айтып жүргендер бар. Неге десеңіз, түбінде үмітсіздік. Құдай жоқ деген дүниеге әкеп тұрды. Егер де ол Құдайға сондай сенімі болған болса, көзі жеткен болса, ол ондай нәрсені істемейтін еді. Солай ғой? Иә. Ал енді осы жерде сол кісілерге қандай түсінік берер едіңіз? Басынан өтпей, әлі көрмеген ісіне сондай баға беріп, қарсы шығатын адамдарға. Баға беруге ешкімнің, алдын ала баға беруге ешкім құқығы жоқ деп ойлаймын. Себебі біз асыққанмен Алла тағала ешқашан асықпайды. Мен соны түсіндім. Не істесең де әр нәрсе алдыңа келетінін түсіндім. Ол адамдарға тек қана бір ғана нәрсе, Алла тағалам олардың жүректеріне мейірім, иман, хидаят берсін деп айтқым келеді. Ол бір күні болмасын, бір күні олардың да басы Аллаға иіледі деп ойлаймын. Олар да бір күні дінге келер. Бірақ оған әрине уақыт керек шығар. Біз дұғада болу керек шығармыз. Оларға мүмкін біздің қоғам әлі дінді дұрысынан жеткізе алмай жатқан шығармыз. Біз білмейміз ғой. Олардың әлі жүректеріне бармай жатқан шығар. Ол жүрекке тек қана Алла жеткізуші ғой. Дұрыс па? Сол сияқты. Мынандай нәрсе ғой. Қазақта мынандай сөз бар. Ей Құдайым, мына больница мен милициядан сақта деген, иә? Біз бала күнімізден сондай. Енді сіз қараңыз, ол жерден шықтыңыздағы, шыққаннан кейін енді осы жер желкем шұқыры көрсін деп кетіп қалсақ болатын еді, иә? Мысалға кетсеңіз. Бірақ оқуды, университет бітірдіңіз, және сол жерде сабақ беріп жүрдіңіз. Иә. Қазір де. Иә? Қазір де сабақ беріп жүрсіз. Иә, арасында барамын. Бұл жердегі мақсат не? Әлде сіз енді ол жерде де әлде қазақта айтады ғой, жаңылмайтын жақ болмайды, сүрінбейтін тұяқ болмайды. Бәлки де бір нәрсемен жаңылды, бәлки сүрінді. Сіз соның ортасында көрдіңіз. Сізде сонда үміт болып тұр ғой, олар жаңағыдай шыққаннан кейін түзелетініне. Әрине. Бұл жерде былай айтсақ болады да, көп адамның ой санасында мынандай нәрсе ғой. Сотталғанның барлығы адам болмайды. Бірақ ішкі жүйеге кіріп, адамдардың барлық дүниесін көріп, адамның ішкі қайғысын, мұңын тыңдаған уақытта адамның көзқарасы өзгереді деп ойлаймын. Мен сол аралықта 9 жыл болып, мен әрбір әйелдің не үшін отырғаны, неге ондай болғанын барлығын ішінен түсінген адаммын да. Біз мысал білмейміз, ол күйеуін өлтіріп қойған әйел бар, да ол не үшін өлтірді? Ол ешкім ақиқатын білмейді да, бірден біз жаңағыдай жамандап, ой, күнәһар, өлтіргіш, адам өлтіргіш деп шығамыз. Соттау керек, өлтіру керек деп шығамыз. Дейді. Ал түпкі тамыры мүмкін ол өмір бақи соған қорлық көрсеткен шығар, қаншама зияндық көрсеткен шығар, мысалы біз білмейміз да. Қарап отырсаң, қызын зорлауға барған ер адамдар болды, мысалы сол уақытта қызын арашалап алам деп абайсыздықтан өлтіріп қойған әйелдерді көрген уақытта жүрегің ауырады әрине. Ол жақта барлық адамды қылмыскер деп қараудың қажеті жоқ. Себебі олардың арасында да қателікпен болады ғой, бір абайсыздықтан немесе өзінің бала шағасын жеткізу үшін тартынып жаңағыдай тәуекел етіп сондай бір жолдарға барған әйелдер бар. Мысалы, себебі көбін жағдайын сұрасаң, ер адамдар тастап кеткен, ер адамдар әлсіз болғандықтан 5 баласымен тастап кеткен. Ол әйел не істейді? Бала шағаны бағу үшін жаңағыдай арам жол деп айтпақ қояйын, бірақ ақымақтықпен біреуге сеніп
ақша арасында сондай бір делдал болып қалуы мүмкін деген сияқты ғой. Сондай кесірінен отырып қалған әйелдер бар мысалы, көп ондай жағдайлар өте көп. Ал соны мен көргеннен кейін мен әрбір ананы, әрбір қыз баласын жүрекпен қабылдаймын да. Сондықтан да мен оларға баруым да себебі сол деп ойлаймын. Себебі оларға мен барсам, олар жаңағыдай бір туысқанын көргенде мәз мейрам болады, сен келдің ба деп апаларын өздері құшақтап жаңағыдай сен бізге бір жақсы бір сөздеріңді айтып кетші дейді. И мотивация боласың всегда сен бізге дейді да. И баруымды мен тоқтатқым келмейді, әрине ол менің өзім кейде ойлам, ол мүмкін менің миссиям шығар деп. Себебі сол адамдарға үміттерін үзгізбей, үміттерін өшірмей, мынау қоғамға қосып, ары қарай оларды қоғамға бейімдеу. Сондай бір болашақта бір мені ашқым да келеді, проект десем де болады ғой. Себебі бізде көбінесе сотталған адамдарға қолдау бермейді. Ол өте қиын. Себебі шыққан уақытта сен жаңағыдай 9 жыл отырып, машинаның өзгеріп кетіп, мынау жолдардың өзгеріп, адамдардың өзгеріп кеткенін көргенде, ондай бір шоковый состояние болып тұрасың да шын расында. И сол уақытта адамға кішкене демеп жертіп, ей, былай бұрып, былай барсай, былай барып, былай барсай деп бағыт беретін адам болып, жаңағыдай қоғамда бір адамдар болса, әрине олар да ары қарай үлкен үлесін қосады деп ойлаймын. Сонда ол жерде отырғандар шыққан кезде кәдімгідей үлкен қолдау күтеді ғой адамдар. Күтеді, әрине. Ол жан-жағындағы адамдардан даже жұмысқа барған уақытта бізде көбінесе сотталған деген қағаз сұрайды. Мысалы, көп тәтелерім мысалы сотталған деген қағазды шығаруға ұялғандықтан жұмысқа бара алмай, үйінде жаңағыдай отырып қалады. Амал жоқ бағанағыдай айтпай кіріп алады да, кейін соңында оның жаңа соттылығын білген адамдар оны алады да жұмыстан шығарып, позормен шығарып жеткен уақыттар да болды. Мысалы, ондай жағдайлар да болды. Мысалы, сол уақытта естігенде әрине жүрегің қынжылады, жүрегің ауырады деген сияқты ғой. Соны мен жалпы қоғамға түсіндіргім келеді да, сотталған адамдарда адам болуына мүмкіндік берсе екен, олар да адам болуына құқылы деп ойлаймын да. Себебі олар да қателесті, мүмкін қателескен шығар, мүмкін ақымақтық шығар, бірақ дұрысынан қабылдау керекпіз да. Біз қоғам болып, мынау біздің 5 саусағымыз сияқты қоғам болсақ, мысалы, бір саусағымызды кесіп алсақ, солай жүрегің ауырады ғой, бір саусағың болмаса. Ал дәл сол сияқты оларды сол қоғамға араластырып, 5 саусақтай былайынан ұстап отырғанымыз абзал деп ойлаймын да. Ол әрине үлкен, оларға үлкен бір үміт сыйлар еді. Әлбетте. Енді мен сіздің ол жерде сабақ беріп жүргеніңізді, жаңағы барған кезде жазасын өтеп жатқан әйел адамдар сізді сондай бір үлкен бір қуанышпен қарсы алып, қажетін сізден сұрап жатқанына мен қанша рет куә болдым. Мен өзімде бірнеше рет барып, әлбетте сіздің сондай жұмыс жасап жатқаныңызға бәлки біздің миымыздағы кедергі шығар деп кейде мен ойлаймын да сізге қарап. Өйткені ойлаңызшы, жаңағындай жағдайдан кейін оқуға түсу. Және оқуға түскеннен кейін де дипломды қойып жата беруге де болады. Ондай адамдар қаншама. Бірақ сіз енді қай жерде істеп жатқаныңызды айтпай ақ қояйын, бірақ сондай бір жақсы бір мемлекеттік жұмыс жасап жатырсыз. Шүкір Алланың қалауы барлығы. Қараңызшы, ол жерге де соттылық жоқ деген қағаз керек қой. Сонда бұның бәрі біздің миымызда тұрған кедергі ғана ма деп ойлаймын да бізде. Біздің өзімізге өзіміз жасап алған, біздің қолымнан келмейді, қазір менен сұрайды, мені жұмысқа алмайды, мен оқи алмаймын, жасай алмаймын деген бір кедергі ғана. Бұны алып тастау үшін сонда әлде адамдардың бәрі сіз сияқты сондай бір ер мінезді солай болу керек шығар, мүмкін ойдан алып тастаса дұрыс қабылдайды деп ойлаймын. Мен мысалы өмірде қанша жағдайлар болды, мен барған жерімде өмірімді айтып беремін. И адамдардың бәрі керісінше басқаша қабылдайды да мені, бір мә саған деп ана өмірімді бір қандай керемет сондай неден өтіп жаңағыдай осындай халде тұрсың деген сияқты. Жаңа бір сөзбен айтқанда бас иет, бір сөзбен айтқанда мына өмірімді, өткен өмірімді айтып беріп отырсам. Сол сияқты әр адамның ойында жаңа соттылық, мынау қоғамның бір керек емес дүниесі деп қабылдамай, мен де бір адаммын ғой, осы Алланың жаратылысымын ғой. Бұл тағдырына риза болу керек деп ойлаймын, ең бастысы. Егер әрбір адам тағдырына риза болса, оны басқа адамдар да дұрысынан қабылдайды деп ойлаймын. Ең бастысы тағдырға риза болу. Алла сізден разы болсын. Біріншіден, әлбетте сіздің бұл айтып отырған сөздеріңіз қаншама адамға былайша мотивация болады деп ойлаймын. Сіздің
үйде күтіп отырған еріңізге Алла разы болсын. Ана қошақандарыңыздың қызығын көріңіз. Қайненеңізге Аллах тағала қуат берсін. Білмеймін, мен бұндай кісілерді енді өмірде өте аз көреміз. Бауырлар, туған бауырлар бір-бірін түсінбей қалып жатқандар бар. Кешегі бір жағдайды көріп жатырсыз. Бала әкесін сабап жатқан. Солай ғой. Ал енді мына жерде бөтен біреуді өзінің отбасына қабылдау деген өз баласындай. Ол екінің бірінің қолынан келмейді деп ойлаймын. Сондықтан да өміріңізге Аллах тағала береке берсін. Осы жасап жатқан қызметіңіздің жемісін көріңіз. Анау үмітсіз шайтан дейді қазақта. Жаңа үмітіңіз үлкен ғой, сол жердегі әрбір әйел адамды қоғамға қайтсем қосам, соларды қайтсем алдына қойған мақсатына жетуге бір жәрдем берсем деп жүрсіз, сол мақсатыңызға жетуге Аллах тағала жәрдем берсін дейміз. Рахмет сізге сұхбатыңызға. Міне қадірменді ағайын, бүгінгі сұхбатымыздан үлкен сабақ алуға болады. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам мынандай бір хадисі бар. Егер де Аллах тағала бір адамға жәрдем беретін болса, жерде адамдар мен жындар да оған қарсы тұра алмайды. Олай болса, алдыңызға мақсат қойыңыз. Сіз ала алмайтын асу жоқ, бағындыра алмайтын белес жоқ. Келер хабарымызда жүздескенше, басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын.